Әр адамның ішінде бала қалпы отырады. Ол бала күнгі өзіңіз. Онымен қатынасты реттеп, оның жан дүниесін түсіну маңызды. Егер осы қалпыңыз жаралы болса, сіз қазір ересек болсаңыз да жалғыздық, сенімсіздік, өзіңізге не керек екенін білмей жүресіз. Сондықтан бала қалпыңызды дәл қазір осы аудиотерапияның көмегімен емдеуге тырысыңыз. Ешкім кедергі келтірмесін. Өзіңізге ыңғайлы болатындай отырып алыңыз. Жатуға да болады. Қолыңыз екі жағыңызда, алақандарыңыз ашық тұр. Терең тыныстаңыз. Әр деміңіз нақты әрі терең болсын. Бір қалыпты тыныстаңыз. Тәніңізге ауа кіріп жатқанын сезініңіз. Әр дем алған сайын релакс күйге түсіп жатырсыз. Деммен бірге бойдағы қысым, ауырлық, қорқыныш бәрі шығып жатыр. Осыны елестетіңіз. Ішкі ағзаңыздың бәрі тыныштық күйге түсіп, босаңсып, демалып, рахат күйге түсіп жатыр. Тынысыңыз барған сайын тереңдеп, денеңіз босаңсуда. Қолыңызда ауырлық пайда болды. Бұл бұлшықеттеріңіздің босаңсуы. Біздің тәнімізде бұлшықеттеріміз босаңсығанда, ол ауыр болып қалған сияқты. Қолыңыздағы бұлшықеттер өзінің көлемін, тығыздығын кішірейтіп, жұмсарып, босаңсып жатыр. Қолыңыз ауыр сияқты. Бірақ бұл ауырлық сізді рахат күйге бөлеуде. Енді иықтарыңыз, арқаңыз ауырлап, босаңсып жатыр. Ауырлық жеңіл толқынмен денеңізге өтіп, ішіңізге құйылып, аяққа өтті. Аяқ бұлшықеттері босаңсып жатыр. Бетіңіздің де босаңсығанын елестетіңіз. Екі қастың ортасы жазылып жатыр. Жиырылмайды. Ағзаңыздың әр клеткасы тыныштық пен жайлылыққа толы. Дәл қазір өзіңіздің бала күніңізді сырттан елестетіңіз. Ол сәби кезіңіз, немесе бастауыш сыныпта оқып жүрген кезіңіз, орта сыныптарда, немесе жеткіншек кезіңіз болуы мүмкін. Қай кезіңізді көрдіңіз? Балаға дұрыстап қараңызшы. Оған не жетпейтін сияқты. Дәл қазір оған не керек? Оны сіз дәл қазір өте жақсы білесіз. Өйткені сіз ересексіз. Балаға қарағанда оған не керек сияқты? Еркіндік па, мақтау ма, сенім ба, махаббат па, қамқорлық, көңіл, тәтті тамақ, әдемі көйлек. Не керек? Анықтаңыз. Сіз дәл қазір мұны жақсы білесіз. Баланы құшақтағыңыз келсе, құшақтап алыңыз. Мейірім төгіп, махаббат беріңіз. Жылы сөз айтып, басынан сипаңыз. Баланың армандаған нәрсесін сыйлаңыз. Бәрі қолыңызда. Махаббат пен қамқорлық керек шығар. Бала өзі қалай қабылдау керек екенін жақсы біледі. Сондықтан да бере беріңіз. Не бергіңіз келеді? Енді баланың қайда тұрғанына назар аударыңыз. Үйдің ішінде, бөлмесінде ме? Мектепте, балабақшада, мүмкін аулада ойнап жүрген шығар. Балаға үміт беріңіз.
Қуанып мейірленгенше оған бәрін бере беріңіз. Бәрін беріп болсаңыз, қоштасуға болады. Оған тағы қажет болған кезінде келетініңізді айтыңыз. Қасынан кетпес бұрын баланың жүзіне қараңыз. Қажетін алған баланың көңіл күйі қалай өзгерді? Сізге қарап жымияды. Өйткені махаббат, мейірім, қамқорлықты дәл қазір сізден алды. Бақытты күйде бала сізге қол бұлғап тұр. Енді осы сәттен бастап сізді іштен қинаған сезімдер жойылады. Өтіп кеткен оқиғалардың бәрі енді маңызды емес. Өйткені олар енді қайталанбайды. Сізді жарқын болашақ күтуде. Сол маңызды. Бәрі жақсы болады. Бұл медитациядағы жақсы әсер түпкі санаңызға ене береді. Осы оқиға сіздің өсуіңізге ықпал етті. Дәл осы оқиға сізге күшті сабақ берді. Осыны түсініп, қабылдаңыз. Жағымсыз сезімдерді ұмытыңыз. Сіз енді бала емессіз, ересексіз. Қазір басқасыз, өзгересіз, өзгеріп жатырсыз. Осы аудиотерапиядан соң өзіңізге қарым-қатынасыңыз өзгереді. Бойыңызды басып тұрған ауыр салмақ жеңілдейді. Алда сізді ғажайыптар күтіп тұр. Аудиотерапия аяқталуға жақын. Қазір менің айтуыммен көзіңізді ашасыз. Сол кезде керемет күйде оянасыз. Уайымсыз, салмақты, сабырлы, тәніңіз жеңіл. Басыңызда анық, ішіңіздегі үңірейген кеңістік толып, ойыңызды жеңіл, күш құйылғандай сезінесіз. Көңілде жеңілдік, еркіндік. Бұлшықеттеріңіз қатайып, бұрынғы ауыр жағдайлар денеңізден де, тәніңізден де, санаңыздан да өшті. Енді сізде еркіндік, жеңілдік. Бала қалыппен кездесу медитациясы аяқталды. 5, 4, 3, 2, 1.